Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы қазақ тілі біздің рухани негізіміз. Сондықтан ұрпақтарымызға бабаларымыздың сандаған буынның тәжірибесінен өтіп, біздің де үлесімізбен толыға түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз деп айтып өткен болатын. Яғни мемлекеттің өміршеңдігі оның тіліне де байланысты. Сол себептен өзге ұлт өкілдерін және де сондай орыс тілді қазақ балалардың ерте жастан мемлекеттік тілге баулу мақсатында Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының қызметкерлері шетелдік іс-тәжірибелерді зерттеп, нәтижесінде 2012 оқу жылынан бастап Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің балабақшасында тілге бойлау әдісі негізінде жасақталған бағдарламаның эксперимент түрінде жүзеге асыруында мен өзім әдіскер ретінде жетекшілік еттім. Сол бірінші түлектеріміз бүгінгі күні 6-шы сыныпта қазақ тілінде білім алуда. Бүгінгі таңда эксперимент жұмыстары нәтижелі аяқталып, тәжірибені тарату мақсатында Қазақстан бойынша 7 пилоттық балабақша бекітілді. Аталмыш әдісті алдыңғы қатардағы мемлекеттерде атап өтетін болсақ, Канада, Финляндия, Жапония, Австралия, Испания, Америка құрама штаттары және де кейіннен Эстония елінен кеңінен таралған. Қазақстан Республикасының президент іс басқармасының медициналық орталығының Қарлығаш балабақшасында тілге бойлау әдісі 2013 жылдан бері қолдануда. Ал 2018 оқу жылынан бастап біздің кәсіпорын Назарбаев зияткерлік мектептерінің мектеп жасына дейінгі балаларды тілге бойлау негізінде дамытуға арналған бағдарламасын жүзеге асыруда Нұр-Сұлтан қаласы бойынша пилоттық балабақшасы болып бекітілді. Тілге бойлау әдісі бұл баланың табиғи тілінің шығу үдерісін негізге алады. Ол біріншіден бала тілді алдымен тыңдап, құлақ қандырады, қайталап айтады, санасында түйеді, сөйтіп сөз мағынасын түсіне бастайды. Жүйелі қайталау мен жиі қолдану нәтижесінде қазақ тілі баланың сөздік қорына еніп, бала сөйлей бастайды. Салыстырмалы түрде үлгілік оқу жоспары бойынша орыс тілді ересек тобында тәрбиеленушілер қазақ тілін аптасына 2 сағат қана оқыса, ал тілге бойлау тобының балалары апта бойы 60 сағат қазақ тілін естиді және қолданады. Сонымен қатар, балалар қазақ тілін жеңіл және мәжбүрлеусіз қабылдау үшін педагогтер келесі әдіс-тәсілдерді қолдану қажет. Ол сөйлесу, яғни әңгімелеу, тақпақтар, мақал-мәтелдер дейміз, ырғақ, ол өлең, музыкалық және қозғалыс ырғағы, көрнекілік әдісі, тәжірибелік және ойын әдістері. Тілге бойлау әдісінің тиімді асырылуы үшін негізгі қағидаларды ұстану қажет. Ол біріншіден тілдік орта құру және оны тиімді пайдалану. Бір педагог, бір тіл. Бағана кім аяулым тобында болды, сіздер байқадыңыздар. Ол жерде бір педагог орыс тілінде сөйледі, екінші педагог қазақ тілінде сөйледі. Яғни бұл кіші топ болғандықтан негізі тілге бойлау әдісі 2 модельден жасақталады. Ол жартылай ену және де толық. Яғни кіші жастағы балаларда жартылай топ. Сондықтан бір педагог орыс тілінде, бір педагог қазақ тілінде сөйледі. Және де мына басқа қағидаларды көріп тұрсыздар. Ең бастысы бұл жерде педагогтер балаларға сөйлеуде кеткен қателіктерін қате деп айтпай, тек қана дұрыс үлгісін айтып кету керек болады. Тілге бойлау әдісін тиімді жүзеге асыру үшін кәсіпорынның іс-тәжірибесіне талдау жүргізіп, бірнеше маңызды факторларды анықталды. Ол біріншісі, жоғарыда аталған қағидаларды ескере отырып, педагогтың кейпі қалыптасады. Яғни бұл әдіс педагогтерге ерекше талаптар қояды. Олар қазақ тілін еркін меңгерумен қатар жаңаша үлгіде жұмыс істеп, оқудың инновациялық әдістерін меңгеріп, оларды тәжірибе жүзінде қолдана білу керек. Осыған орай кәсіпорынның әкімшілігі өзіндік іс-тәжірибесі қалыптасқан Эстония еліне оқу сапарларды ұйымдастырды. Сонымен қатар Инновы тілге бойлау орталығы мен Назарбаев зияткерлік мектебінің дербес білім беру ұйымының білім беру бағдарламалары орталығының қызметкерлері кәсіпорынның 62 педагогке бірқатар семинар тренингтер өткізді.
Екіншісі, ата-аналардың позитивті көзқарастары болып табылады. Оны ескере отырып, балабақша ұжымы баланың алғашқы күнінен бастап ата-аналардың тілге бойлау әдісін және тәрбие оқу үрдісіне қызығушылық таныту мақсатында жиналыстардың форматын өзгертті. Ата-аналарға арналған шеберлік сабақтар өткізіп, мейірбан ата-аналар клубын ұйымдастырды және де мерекелік шаралар мен байқауларға қатысуды ұсынудамыз. Үшінші фактор. Тілге бойлау әдісін тиімді жүзеге асыруда әлеуметтік және дамытушы орталардың атқаратын қызметі де ерекше. Біз айтамыз ғой, үшінші педагог ол орта деп, сондықтан топтарда кез келген дамытушы орта балалардың өзара тығыз қарым-қатынасқа түсіп, қазақ тілінде сөйлеуіне ықпал етеді. Сезім мүшелері арқылы түрлі заттарды тануда, олардың атаулары мен қасиеттерін сипаттауды үйренеді. Өтілген апта тақырыптарына сәйкес сөйлейтін қабырғалар толтырылып, қазақ тілінде жаңа сөздерді бекітуге септігін тигізеді. Төртінші фактор – ол психологиялық, педагогикалық сүйемелдеудің алатын орны ерекше. Ол балабақша психологы ата-аналарға түрлі кеңестер беріп, әңгімелесу, тренингтер жүргізеді және психологиялық ойындар арқылы балаларға, ата-аналарға және педагогтерге эмоционалдық қолдау көрсетеді. Ал бұл өз кезегінде балалардың қазақ тілін жақсы меңгеруге септігін тигізеді. Әр баланың эмоционалды күйін және тілді қаншалықты меңгергенін анықтау мақсатында тәрбиешілер мен психологтар бақылау күнделігін жүргізіп тұрады. Балабақшамыздың логопеді сөйлеу тіліндегі кемістігі бар балалармен ғана жұмыстарын жүргізіп қоймай, қазақ тіліне тән төл дыбыстарды дұрыс айтуына бағытталған жұмыс жүргізеді. Енді қазақ тілінің мұғалімі балалардың қазақ тілінде өздігінше белсенді сөйлеуінің түрткі болып, сөздік қорларын байытып, сөйлеу шеберліктерін арттыру мақсатында педагогтермен бірлесе жұмыс жүргізеді. Сонымен қатар баланың қазақ тілін меңгеруін анықтау мақсатында жылына 3 рет диагностика жұмыстарын жүргізеді. Диагностика осындай өлшемдерге бөлінеді. Келесі. Естігенін түсіну, дыбыстық талдау, сөздік, тілдік грамматикалық құрылымын меңгеру, байланыстырып сөйлеу дағдысы. Келесі диаграммада сіздер 2017-18 оқу жылының басындағы көрсеткішпен оқу жылының аяғындағы көрсеткішті салыстырғанда көре аласыздар, балалардың білім деңгейін, қазақ тіліндегі білім деңгейі көтерілгенін байқауға болады. Бесінші фактор – ол біздің жұмысымызда денсаулық мәдениетін дамытуға айрықша назар аударылады. Өйткені ырғаққа, шапшаңдыққа және іс-қимылға негізделген дене шынықтыру және би жаттығулар мен ойындар балалардың тілді жақсы түсіну мен меңгеруіне мүмкіндік беруде. Жыл сайын өткізілетін театрландырылған қойылымдар балалардың көркемдік талғамын, шығармашылық қабілеттерін, сөйлеу дағдыларын дамытады, диалогтық және монологтық сөйлеу дағдыларын жетілдіреді. Мектеп жасына дейінгі балалардың зерттеушілік қабілеттерін дамытудың маңыздылығын ескере отырып, балалардың логикалық және сыни тұрғыдан ойлауын, талдау, салыстыру, топтастыру заңдылықтарды жүйелі мен қорытынды шығаруға үйрету мақсатында тәжірибелік ойындар ұйымдастырылуда. Қорыта келгенде, тілге бойлау әдісін жүзеге асыру барысында балалардың бойында ізденімпаздық, білімпаздық, қамқорлық, ойшыл, өз ойын еркін айту, толеранттылық, жауапкершілік сияқты құндылықтарды дамыта отырып, әрқайсысының салауаттылығы мен қауіпсіздігі қамтамасыз етілетіні анықталады. Тілге бойлау әдісін мектепке дейінгі ерте жастан қолдану қазақ тілін жеңіл меңгеруге мүмкіндік береді. Оған нақты көзіміз жетті. Өйткені осы әдіс бойынша білім алған 97 түлегіміздің 48% қазақ мектебінде оқып жатыр. Сонымен қатар тілге бойлаудың артықшылығы мен күшті жағы ол жүйелігі, әдістемелік бірлестік және ғылыми негіз болып табылады. Осы әдістің тағы да бір жағымды жағы ол ұжымды бірлесіп жұмыс жасауға, ұйымшылдыққа, бірлікке жетелейді. Енді қысқаша айтқанда бұл әдістің шет жағасын айтып кеттік, өте нәтижелі әдіс, сондықтан қызығушылықтарыңыз болса, әрқашан дайынбыз тәжірибемізбен бөлісуге. Үлкен рахмет.